Сіз қымбат кремдер мен дәрілерді қолданып теріңіздің мәселесін шеше алмай жүрсіз бе? Қызарған жерлер, безеу, қышыну немесе майлы тері сізді мазалай ма? Бәлкім сізге ең қарапайым, бірақ өте тиімді әдіс көмектесетін шығар. Бүгін біз көпшілік ұмытып кеткен, бірақ өте пайдалы Дегтярные сабыны туралы айтамыз. Бұл сабын біздің әжелеріміздің косметикалық құралдарының бірі болған. Олар теріні тазарту үшін, жараларды жазу үшін, тіпті шаш күтім үшін де қолданған. Ал бүгін біз оны қалай дұрыс пайдалану керектігін және оның қандай пайдасы бар екенін егжей-тегжейлі қарастырамыз. Бұл ерекше сабынның негізгі құпиясы оның құрамындағы қайың қара майы. Қайың қара майы табиғи антисептик, яғни ол бактериялар мен саңырауқұлақтарға қарсы күреседі. Оны бұрынғы заманда дәрігерлер жараларды тазарту үшін, қабынуды басу үшін және тері ауруларын емдеу үшін қолданған. Сабынның иісі ерекше. Ол парфюм сабындары сияқты хош иісті емес, бірақ оның табиғи қасиеттері оны кез келген косметикалық өнімнен тиімдетеді. Дегтярные сабыны қандай пайда әкеледі? Безеуді азайтады. Безеу көптеген адамдар үшін үлкен проблема. Ол майлы теріге, бактериялардың көбеюіне, терінің дұрыс тазаланбауына байланысты пайда болады. Дегтярные сабыны осы үш факторға бірден әсер етеді. Артық майды кетіреді, теріні дезинфекциялайды, қабынуды басады. Осылайша безеудің шығуын азайтады және теріні таза әрі сау етеді. Қышуды басады және тітіркенуді азайтады. Егер теріңіз аллергиялыға бейім, құрғақ қышитын болса, Дегтярные сабының көмектесуі мүмкін. Оның құрамындағы қайың қара майы теріні тыныштандырады және қабынуды азайтады. Мысалы, егер сіздің қолыңыз немесе бетіңіз қызарып, қабыршақтанып тұрса, Дегтярные сабыны сол аймаққа өте пайдалы. Саңырауқұлаққа қарсы әсері бар. Бұл сабының тағы бір ерекше қасиеті терідегі және тырнақтағы саңырауқұлақ инфекцияларымен күресуге көмектеседі. Егер сіздің саусақтарыңызда немесе аяқтарыңызда саңырауқұлақ белгілері байқалса, Дегтярные сабынын қолданып көріңіз. Ол теріні тазартып, саңырауқұлақтың дамуын тежейді. Жаралардың тез жазылуына көмектеседі. Қолдарыңызда, бетіңізде, арқаңызда немесе басқа жерлерде ұсақ жаралар бар ма? Дегтярные сабыны жараларды тезірек жазуға көмектеседі. Ол жараның бетін дезинфекциялайды, қабынуды азайтады, тері жасушаларының қайта қалпына келуін тездетеді. Терінің майлылығын реттейді. Егер сізде майлы тері болса, Дегтярные сабыны артық майды кетіріп, терінің табиғи тепе-теңдігін қалпына келтіреді. Ол терінің майлы жылтырлығын азайтып, оны таза әрі балғын етеді. Қалай дұрыс қолдану керек? Кешкі күтім үшін Дегтярные сабынын пайдалану алгоритмі. Судың температурасын реттеңіз. Сабынды ерту үшін жылы су қолданған дұрыс. Сабынды аздап сулаңыз және көбіктендіріңіз. Көбік немесе сұйық сабынды бетіңізге, мойныңызға немесе басқа қажет жерлерге жағыңыз. 15-20 минут күтіңіз. Бұл уақытта сабын теріңізге сіңіп, өз жұмысын атқарады. Жылы сумен жуып тастаңыз. Теріңізге ылғалдандырғыш крем жағыңыз. Себебі Дегтярные сабыны теріні аздап құрғатады. Қаншалықты жиі қолдану керек? Күніне бір рет кешке ұйқыға жатар алдында. Безеу көп болса, күнде қолдануға болады. Тері құрғақ болса, аптасына 2-3 рет қолдану жеткілікті. Нәтижесін қашан көруге болады? Көптеген адамдар Дегтярные сабынын 1-2 рет қолданып көріп, ешқандай өзгеріс байқамай, оны тастап кетеді. Бірақ бұл дұрыс емес. Шынайы нәтиже 1 аптадан кейін байқалады. 2-3 апта қолданғаннан кейін теріңіздің айтарлықтай жақсарғанын көресіз. Безеулер азаяды, тері тазарады, қабыну басылады. Дегтярные сабыны табиғи, арзан және де өте пайдалы құрал. Егер сіз теріңізді таза, сау және әдемі еткіңіз келсе, оны кешкі күтімге қосып көріңіз. Ең бастысы сабырлы болу және тұрақты қолдану. Егер сіз бұл сабынды 1-2 апта бойы кешке қолдансаңыз, теріңіздегі өзгерістерді өзіңіз байқайсыз. Егер сізге бұл кеңес пайдалы болса, лайк басып пікір қалдырыңыз. Басқа да пайдалы кеңестерді жіберіп алмау үшін арнаға жазылыңыз.